Көп балалы ана Фируза Кәрібаева жолдасымен 6 бала тәрбиелеп отыр. Үлкені 19-да болса, кішісі 7 жаста. Осы уақытқа дейін үлкен отбасының өз баспанасы болмаған. Жылдар бойы пәтер жалдап тұрып келген. Алайда өткен жылы Кәрібаевтарға құтты жыл болды. Оларға Түркістан қаласынан 3 бөлмелі пәтер берілді. Квартирада өшіретке тұрдық 2016-тан бастап. Одан квартирадан квартираға жүрдік. Содан осы қолымыз жетіп, саналы баспана осы үйге кезегімен берілді. Тұрғын үй ауласында балаларға арналған алаңдар, дүкендер мен банктер орналасқан. Сонымен қатар мектеп пен балабақшада үйдің жанында дейді көп балалы ана. Абаттандыру жаңадан салынып жатқаннан кейін әлі бітпеген жерлері де көп. Бірақ ішін толық бітіріп, лифтісі де істеп тұр, ауыз суы да, газы де түгелмен тепшектеріне дейін жұмыс жасап жатыр. Абаттандыруы өте тамаша. Айта кетейік, өткен жылдың соңында Түркістан қаласында 610 отбасы үйлі болды. Оның 470-і көп балалы ана. Қазіргі уақытта қалада 337 көп қабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ал жалпы облыс бойынша соңғы 4 жылда 2,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Баспана жағынан Түркістан облысы рекорд көрсеткішке жетіп отыр. Осы 3 жылда 2,5 миллион шаршы метр үй пайдалануға берілді. Бұл бұрында ондай көрсеткіштер болмайды.